Қайырлы күн достар. Егер сіз өзіңіздің каналыңызды, өзіңіздің видеоңызды басқа шет мемлекеттерге, басқа ұлттарға, Америка, Қырғызстан, Россия, басқа да мемлекеттерге көрсету үшін, олар сізді түсіну үшін YouTube бізге субтитр деген қосымшаны жасап берді. Яғни сіз субтитр жазу арқылы сіз басқа да ұлттармен, басқа да тілдермен бір байланыста боласыз. Түсініп отырсыздар ма? Егер сіз видеоңызға субтитр енгізетін болсаңыз, басқа жақтан, басқа елден, басқа ұлттар сіздің видеоңызды бір адамдай түсінетін болады. Яғни сіз қазақша сөйлеп жатасыз, астында субтитр видеоны оқып отырады. Яғни сіз не айтып отқаныңызды өз тіліне аударып оқитын болады. Ендеше, сол субтитрді қалай жазу керек? Оның тағы да қандай мүмкіндіктері барын мен сіздерге көрсететін боламын. Және де бір қызығы достар, егер сіз басқа тілде дұрыс білмейтін болсаңыз, сол тілде, мысалға, менің өзімнің жеке каналымда Қырғызстаннан көп оқырмандарым бар. Маған WhatsApp-қа жазып, біздер байланыста боламыз. Мысалға, сол сияқты сізде де әртүрлі мемлекеттен өзіңіздің жеке оқырмандарыңыз болуы мүмкін. Және де сіз оларға мына видеоны жаңағыдай өз тіліне аударшы деп субтитрға доступ бере аласыз. Ойлаңызшы, сіз сілтемені қою арқылы, сипаттамаға сол сілтеме арқылы өтіп, өзінің каналымен жаңа сіздің айтып атқан сөздерді аудара алады өз тіліне. Және де сіз сол аударған каналды описанияға белгілеп кете аласыз. Рахметіңізді айтып, тағы басқа. Ендеше сол субтитрға кірейік. Біз творческий студиядамыз. Творческий студияға кіргеннен кейін өзіміздің аударатын бір видеомызды таңдап алайық. Мысалға мен қысқа ғана мына видео обложка қою деген видеоны аударғым келіп отыр. Мысалға, осының үстінен басамын. Сведения дегенді үстінен басамын. Маған осы видеоның өзгерту бойынша барлық функциялар шығады. Шкаф оптимизация, анау деген сияқты. Енді дәл осы видеоның субтитрін жазу үшін, мына сол жақ қапталда дәл осы видеоға қатысты субтитр деген кнопка тұр. Субтитр деген кнопканың ішіне кіретін болсақ, біздерде автоматически жаңағыдай қазақ тілде немесе орыс тілінде қай тілде айтылады, сол тілде субтитр енгізіледі. Енді қараңыздар, автоматически бұл жерде орыс тілі енгізіліп қойған екен, бұл дұрыс емес. Сондықтан мен оны кетіру керекпін. Удалить деп тастаймын. Яғни мен бұл видеода қазақша сөйледім ғой. Язык видео казахский деп көрсетіліп тұр менің субтитрімде. Енді бірақ субтитр қосылмаған. Сол үшін мен добавить деймін. Көрдіңіздер ме? Кнопканы добавить деп кнопканы басам. Маған субтитрдің парағы ашылады, терезесі ашылады. Енді бұл жерде екі түрлі формат бар. Көріп отырсаңыздар, загрузить файл деген бар, ввести вручную деген бар. Загрузить файл десек, біздерге бұл жерде көрсетілген өзінің субтитрдің файлдары бар. Мен сіздерге оны көрсетпеймін. Неге? Өйткені ол өте қиын және де ұзақ процесс. Ол үшін кәдімгідей бір бөлек Word-та емес, басқа да бір файлда өзінің форматы басқа, каждый уақытын жазып, оның арасына жаңағыдай сөздерді жазып, аударып, оның барлығын жазып отыру керек. Ол өте ыңғайсыз және де ұзақ процессті алады. Мен сіздерге ввести вручную немесе синхронизировать текст дегенді көрсететін боламын. Мысалға, синхронизировать текст деген бұл жерде ашылмай тұр. Ал егер көп жағдайда бұл ұзақ видеоларда ашылады. 2-3 минуттан жоғары уже ашылады. Сондықтан синхронизировать текст деген болса, онда біздер мысалға дайын текстімізді Word-қа жазып алып, жаңа айтылған текстімізді, соны копировать етіп бұл жерге сала саламыз. И бұл YouTube өзі жаңағыдай қойып береді айтылған текстке байланысты. Бірақ ол жерде де бір жаманы, YouTube қазақ тілін түсінбейді. Орыс тілі болса бір жөн. Қазақ тілін түсінбейді. Сол үшін де оны жылжытып, ауыстырып, түзеп отыратын тағы да ұзақ процесс алып кетеді. Егер де сіз жаңағы видеода айтылған тексті Word-қа жазып қоятын болсаңыз, онда просто жеке-жеке енгізген дұрыс. Оны қалай істейміз? Ввести вручную деген кнопканы басамыз. Мына кнопканы басамыз.
бізге қазір субтитр жазатын бет ашылады. Көрдіңіздер. Мінекей, қазір обновление жүріп болсын до конца. Бұл жерде қазақ тілінде біздер субтитр жазамыз. Мысалға, мына видеоның субтитрі астында көріп отырсыздар, жәшіктер тұр. Сол жәшіктер каждый бір текст. Түсінесіздер ма? Міне екіншісін бастым, мына жерде екіншісі басылды, көгерді. Үшіншісін басам, үшіншісі. Яғни әр айтылған сөзді бөлек-бөлек жәшікке жазам. Сөзді емес, сөйлемді де жазуға болады. Ендеше мен басынан бастап тыңдайын. Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер Мінекей, ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер YouTube деген сияқты сөз айтылды. Мен ең басынан ең бірінші сөзге жазам. Тыңдаймыз. Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер YouTube каналымызға Мінекей, YouTube каналымызға дегенді мына жерге жазамыз. Көрдіңіздер ме? Енді қайтадан тыңдаймыз. Бүгін біздер YouTube каналымызға деген сөз мына жерде айтылды. Сөйтіп біздер жылжытамыз. Көріп отырсаңыздар, мынаны жылжыту арқылы біздер қалаған жерімізден бастап тыңдай аламыз. Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер YouTube каналымызға Көрдіңіз бе? Мына жерден басталды. YouTube каналымызға деген. Енді мына бір секундта ассалаумағалейкум достар деген сөз бітті. YouTube каналымызға обложка видеоның бетіне значок видео қою үшін біздер. Яғни мына жерге обложка. Мына жердегі сөз кішкене ұзақтау болып кетті да. Яғни видеоның бетіне значок видео қою үшін дегенді мен іліп алам да, мына екіншісіне қоям. Яғни оны осы жерден тыңдап қоям. Видео қою үшін біз. Значок видео дегеніміз примерно мына жерден басталды. Жылжытып қараймыз. Значок видео қою үшін біздер творческая студия YouTube деген. Творческая студия YouTube дегенде осының ішінде айтылды мысалға. Мысалға осы. Енді қараңыздар. Значок видео қою үшін біздер творческая студия YouTube деген программаға кіреміз, приложениеға. Мысалға, приложениеға кіреміз. Көрдіңіз бе? Нүктесін қойдым. Және де мен сіздерге қазір қосып жүрмін. Приложениені сіздер Google. Қараңыздар. Мысалға, мен мынаған Google деп жазам. Ағылшынша жазып қойын, әдемі болсын. Google мысалға. Енді мен бұл приложениеға дегенді, мысалға, бұл приложениені сіздер деген сөзді осыны екеуінің арасына жазу керек болады. Және де менде жәшік жетпей қалуы мүмкін де. Сол үшін осы кнопканы басамда, астынан плюсті басам. Сол кезде маған бос жәшік ашылады. Көрдіңіздер ме? Мынаны алшақтаттым. Бүйтіп жылжытып жіберейін. Және де біздер бос жәшігімізді жаңағыдай өзіміз жасап алдық. Енді тыңдаймыз. Бұл приложениені сіздер. Енді артқа айтамыз. Тыңдай. Бұл приложениені сіздер Google Play Market'тен немесе App Store'дан скачать етіп жүктей алады. Көрдіңіздер ме? Біз бұл жерде не істей аламыз? Бұл жерде барлық мүмкіндіктерін қолдану үшін жеке-жеке өзінің жазылған бөлімдеріне жаңағыдай каждый мысалға қай жерде не айтылды, соны қоя аламыз. Немесе өзімізге ыңғайлы болу үшін, немесе оқып жатқан адамға ыңғайлы болу үшін мүлдем сөзді ауыстыра аламыз. Видеода басқаша айтылып жатыр, енді ауызекі тілде айтылып жатыр. Ал сіз ол жерге кәдімгідей мәдениетті түрде кәсіби сөздермен сөйлемді жазсаңыз болады. Және де ол жерге егер сыймайтын болса, жаңағыдай мына жерде плюс дегенді басып, сіз қосымша қоса аласыз. Бірақ енді қосу үшін көріп отырсыздар, мына екеуінің арасы кішкене ашық болу керек. Көрдіңіздер ме? Мына екеуінің арасы ашық болу керек. Егер екеуі тақалып тұратын болса, онда ол қосылмайды. Мысалға мына жер пустой тұр ғой, көріп отырсыздар ма?
Енді мен астына плюсті бастым. Мінекей, екеуінің арасына тағы да бөлек жәшік қойылды жазатын. Осылай сіз өзіңіздің субтитріңізді жазасыз. Мінекей, до конца жазып боласыз. Мынаның соңына дейін жылжытсаңыз болады, былай астынан жылжытып. Көрдіңіз бе? Видеоның барысында көріп отырасыз, қалай шығып тұратынын. Және де ең соңынан опубликовать деген кнопканы басамыз. Көрдіңіз бе? Мінекей, енді қарасаңыз, сізде қазақ тілінде субтитр енгізілді. Оны тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер YouTube. Көрдіңіз бе? Шықпай тұр субтитр. Енді басынан бастап қоямыз да, мына субтитр деген кнопканы басамыз. Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер YouTube каналымызға обложка видеоның бетіне значок видео қою үшін біздер творческая студия YouTube деген программаға кіреміз, приложенияға. Ол приложенияны сіздер Google Play Market'тен немесе App. Көрдіңіз бе, ары қарай мен жазған жоқпын, ары қарай шыққан жоқ. Енді дәл осыны мысалға орысшасын өзімізде жазсақ болады. Ол үшін тағы да добавить новые субтитры дейміз, және де тіл таңдаймыз. Қазақ тілі уже опубликованный деп тұр, көріп тұрсыз ба? Бұл жерде 195 тілі бар дейді басқа. Енді бұл русскийді таңдаймыз. Енді ввести вручную деп тап жаңағыдай орыс тілінде жазатын боламыз. Автоперевод дегенді басатын болсақ, бұл бізге Google переводчик арқылы біздің жазған текстімізді қазақ тілден орыс тілге аударып беріп тұр. Көріп отырсыздар ма? Бірақ, достар, қате шығады міндетті түрде, өйткені Google переводчик адам емес, ол робот. Барынша тексергеніміз дұрыс. Мысалға, мына жерде, друзья, ассалаумағалейкум, мы сегодня YouTube каналымызға, мысалға, YouTube каналымызға дегенде, мысалға, на наш канал на YouTube, обложка, то есть на поверхность видео, яғни значок видео для креативной студии YouTube, уже для деген сөз қате. Пойдем в приложение, көрдіңіз бе, приложение кіреміз, зайдем, мысалға. Жерге зайдем, войдем десек болады, мысалға, войдем в приложение. Вообще, зайдем, войдем дегенде болмайды негізі. Приложение кіреміз. Значок видео, мына жерде дұрыстау керек. Значок видео для креативной студии YouTube. Для креативной емес, в креативной студии YouTube. Это приложение, это ваше приложение. Мына жерде войдем в приложение, мысалы, тұра берсін жай. Бұл приложение сіздер, это ваше приложение Google. Уже мына жерде қате еткен. Көріп отырсыздар ма? Орыс тілінде мүлдем қазақ тілімен жаңағыдай сөйлемдер сәйкес келмейді. Өйткені ол жерде бастауыш басқа жақта, баяндауыштары басқа жақта. Сондықтан бұл жерде нақты тура аударып тастаған. Содан сақ болыңыздар. Және де осыны біздер өзіміз жаңағыдай жазу керекпіз. Немесе мүлдем автопереводты удалить етіп, кетіріп тастап, ассалаумағалейкум достар дегендерді мысалға, осы жерден сразу өзіміз аудара аламыз. Мен добрый день деймін мысалы орысша. Добрый день, друзья. Мысалға кеттік. Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер YouTube каналымызға обложка видеоның бетіне значок видео қою үшін біздер творческая студия YouTube деген программаға кіреміз. Добрый вечер, друзья. Сегодня мы тағы осылай жеке-жеке отыратын боласыз. Енді бұл ұзақ отырмай-ақ қойын. Ең соңынан тағы да опубликовать деп кнопканы басасыз. Ендеше бұны түсіндіңіздер, қалай жазу керектігін, қалай тілге ауыстыру керектігін, тағысын тағы. Енді бұның басқа тілде аудару үшін, сіз білмейтін тілде аудару үшін Google переводчикпен бөлек вкладка ашып, аударып, жаңағыдай өзіңіз жазсаңыз болады. Немесе жаңағы мен айтқан өзіңіздің постоянный оқырмандарыңыз, тыңдармандарыңыз болатын болса, подписчиктеріңіз сіз үшін
до конца жүретін мысалға. Сіз оған сілтемесін жіберу арқылы нені толтыра алады, субтитрді толтыра алады. Ол үшін не істейміз біздер? Ол үшін біздер жаңағы видеоға барамыз. Видеоға барғаннан кейін видеоға соның субтитр деген жеріне кіреміз ғой. Мысалға жаңа біздің осы видеомызды көрдіңіздер. Осы видеомыздың субтитр дегеніне барамыз. Субтитр деген жеріне өтеміз. Және де помощь сообщества деген кнопка тұр. Бөлім тұр, Мынаны басатын болсақ, отключена для этого видео, включена для этого видео. Яғни, осы видеоға өшірілген, сөндірілген, немесе осы видеоға қосылған деген екі таңдау тұр. Сол екеуінің біреуін таңдау керекпіз. Яғни, қосылған дегенді, включена деген таңдайтын болсақ, онда басқа да жаңағыдай адамдар біздің видеомызды аудара алады. Ол қалай дейсіздер ғой? Мысалға, осыны басып қойдық. Одан кейін біздер жаңағы видеоның сілтемесін алу керекпіз. Ол үшін не істейміз? Біз сведения дегенге барамыз, сол видеоның сілтемесін аламыз. Оның сілтемесі міне түрі. Копировать ссылку на видео. Мысалға, мына кнопканы бір баса салам, болды. Көрдіңіз бе? Басылды. Енді мен не істеймін? Мен басқа каналдың атынан кіру керекпін. Сол үшін мен инкогнито аккаунттан кіріп отырмын. Мінекей жаңа көрсеткен болатынмын. Новый вкладка ашып көрсетейін. Осы жерге жазамыз. Ассаламу алейкум, достар. Бүгін біз... Көрдіңіздер ме? Добрый день, друзья. Тағысын тағы. Бұл жерде субтитр қосулы тұр. Настройка деген кнопканы басатын болсақ, бізде субтитры деген бөлім бар. Соны басатын болсақ, бізге қажетті тілді таңдаймыз. Қай тілге аудару керектігі және қай тілде субтитр шығу керектігі. Ендеше біз жаңағы осы сілтемені жаңағыдай достарымызға, басқа ұлттағы достарымызға жіберетін болсақ, аудару үшін олар не істейді? Олар айтады, алады, добавить субтитры деген кнопканы басады. Соны көрсету керек негізі. Добавить субтитры дейді. Сосын осыны басу арқылы жаңағыдай біздің субтитр бөліміне өтеді. Выберите язык, мысалға, уже орыс тіл мен қазақ тіл опубликован. Мен аламын киргизский деймін. Көрдіңіз бе? Енді қазақский, киргизский перевод шығып тұр. Автоперевод деп басатын болсам, маған қырғызша жаңағы сөздерімді аударып береді. Ассалаумағалейкум достор. Біз бүгін міне YouTube каналыбызға видеоның мұқабасында YouTube шығармашыл студиясының суретшісі келгелі арызға қайрылалы деп мәссаған. Мінекей қырғызша жазып тұр. Көрдіңіздер ме? Дәл осы адам қырғызша аударып қоя алады. Және де оны қырғыздар өздерінің тілінде қарайтын болады. Готовы ли субтитр публикацию? Да, мысалға. Мысалға осын жазады. Нет, пусть над ним еще кто-нибудь поработает дейді. Мысалға өзіне не уверен болатын болса, ол кісі осыны баса салады. Түсінесіздер ме? Бірақ та бұл жерде неше түрлі адам болуы мүмкін, яғни ол сізге қастандық ойлауы мүмкін деген сияқты. Мына субтитр жазғаннан кейін ол жіберіледі. Ол жіберілген соң оны осы YouTube өзі тексереді бірінші. YouTube өзі тексереді, өзінің жаңағыдай тексерісіне өткізіп болған соң бізге жібереді. Яғни каналдың авторына жібереді. Ол сразу каналдың авторына келмейді. Каналдың авторы міндетті түрде ол субтитрді жазу, тексеру керек, жазылған субтитрді. Немесе ол жерде боғауыз, тағы басқа жаман сөздер кетіп қалуы мүмкін. Қастандықпен жасалатын болса. Сондықтан да сол жерден сақ болыңыздар. Және де бұл жерде тек қана субтитр мен видеоның текстін емес, бұл жерде тақырыппен описанияның да аударуға болады екен. Көрдіңіздер ме? Мінекей перевести деген кнопка тұр. Перевести деген кнопканы басатын болса, жаңағы тақырып қалай жазылып тұр? Мысалы, значок видео қою, видеоға обложка салу. Қырғызша ол қалай аталады, қалай оқылады, тап соны қырғызша жазып қойса болады. Описанияға да дәл солай. Және де, мысалы, автопереводты жазатын болсақ, біздің Google переводчик қалай жазады? Видеоның осындай, мысалы, отправить дейміз. Көрдіңіз бе? Спасибо за помощь дейді. Яғни басқа да видеоларды аударғың келеме, давай, кіріс дейді. Осы видеоларды аударуға болады. Ендеше біз жаңағыдай басқа біреудің атынан жаңағы
текстті аудардық, субтитрді қойдық. Енді біз өзімізге кіреміз. Болды, енді ол YouTube өзі тексереді. Тексеріп болған соң бізге жібереді. Яғни осындай адам аударды, осындай аккаунт, енді сен өзін тексеріп алып, қабылда. Егер қабылдамасаң, удалить етіп таста. Көбіне YouTube егер өзі аңғаратын болса, жаңағыдай спамдар, ссылкалар қойылып кететін болса, ол жаңағыдай субтитрді, басқа біреу аударған субтитрді қабылдамайды, кетіріп тастайды, сізге жетпеуі де мүмкін. Сондықтан да соны ескерген жөн. Ендеше осымен субтитр бөлімі бітті, сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Басқа да ауқымдарды қамтыңыз, қанатыңызды кең жайыңыз, миыңыздағы шекараны алып тастаңыз, әлемді бағындырыңыз. Сәттілік.